Hayırlı күн достар, барлықтарыңызды өзімнің каналымда көргеніме қуаныштымын. Бүгін ең оңай, ең жұмсақ және тез дайындалатын құймақ рецебімен бөліскелі отырмын. Үш жұмыртқаны жақсылап араластырамыз. Осы араласқан жұмыртқамызға 2 қасық, ас қасық шекер қосамыз, яғни қант, және тұз қосамыз аздаған. Араластырып, қант және тұз қосылған жұмыртқаның үстіне аздаған сүт қосамыз, примерно 100 граммдай. 300 граммдай ұнды қосамыз. Осы ұнның үстіне шай қасықтың 4/1 бөлігіндей ас содасын қосамыз. Кейін барлығын араластырамыз жақсылап. Бізге миксер қажет емес, жай ғана осы бұлғау үшін күндерін араластырамыз. Бір массаға дейін жақсылап араластырамыз. Осындай керемет, ешқандай ірітпексіз бізде масса пайда болады. Дайын болған массамызға қалған сүтімізді қосамыз. Жақсылап араластырып шығамыз. Содан кейін үстіне үстіне 2 қасық сұйық майымызды құямыз. Сұйық майды құйып, тағы да араластырып. Тестімізді 15 минутқа тұрғызамыз. 15 минуттай уақыт өтті. Құймағымыздың қамыры дайын. Енді пісіруге көшеміз. Құймақ пісіретін табалардың ішінен ең жақсысы, меніңше, тефаль деп ойлаймын. Бұл тефаль тавасы. Бұған құймақ пісірген уақытта май құюдың қажеті жоқ. Сондықтан ешқандай май құймаймыз. Құймақтың үстіне өзін құйып пісіре береміз. Табамыз қызыды. Мінекей. Енді құймақты құямыз. Айналасы қызарып бастағанда шетін осылай алып, соншықмен аударамыз. Осылай айналдырып пісіреміз.